Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сливкисіз жасалатын ең дамды торт жасаймыз. Ол үшін жұмыртқаға қант салып, массасынан 2-3 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Осындай болып көтерілуі қажет. Еріп тұрған маймен балымызды салып, тағы да миксерлейміз. Ал енді ұнымызға ас содасын, разрыхителді және какаоны салып араластырып аламыз. Жұмыртқалы қоспамызға құрғақ заттардың барлығын салып, қамыр илейміз. Ескерте кететін бір жайт, артық ұн қосудың мүлдем қажеті жоқ. Қамырымыз осындай болып шығады. Бетін жауып, бірнеше сағатқа холодильникке қоямыз. Холодильниктен алғаннан соң ұзыннан жұқалатып осылай жайып 10-12 бөлікке бөлеміз. Шамамен әрбір қамыр осындай болады. Қамырымызды жайып жіберіп, осындай кальцияның көмегімен піспей тұрып шеттерін кесіп алыңыз. Піскеннен соң кесетін болсаңыз, сынып кетуі әбден мүмкін. Артық қамырларды алып тастаймыз, вилкамен шұқимыз. Бұл қамырды өте жақсы пісуіне көмектеседі. Біздің қорждарымыз осындай болып шығады. Ал енді кремімізді дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқаға сүтті, қантты, ұнды қосып, жақсылап араластырамыз. Түйіршіктер қалып кетпеуі қажет. Араластырып болғаннан соң отқа қойып, үздіксіз араластыру арқылы бір қайнатып алып, осылай қоюланғанша пісіреміз. Міндетті түрде араластырып отырыңыз, себебі түбі жабысып қалуы әбден мүмкін. Біздің заварной креміміз дайын. Түйіршіктері кету үшін бір миксерлеп жібереміз. Үстіне майды және молоконы салып, миксерлеп жібереміз. Май мен молоко бөлме температурасында болуы қажет. Егер креміңіз сұйықтау болып кетсе, бірнеше сағатқа холодильникке салып алуға болады. Тортымызды жинаймыз. Алғашқы қоржды қойған кезде ортасына кішкене крем жағып жіберіңіз. Сол кезде торт орнынан жылжып кетпейді. Әр қорждың арасына 3 ас қасықтан крем жағып шығамыз. Дәл солай қайталап, тортты жинап шығамыз. Қорждарым қатты болып қалды деп аса қатты уайымдамаңыз. Холодильникте 12 сағат немесе бір түнге қалса, қорждар жұмсарып, өте балғын және өте дәмді торт болып шығады. Үлкен кісілерге де өте қатты ұнайды, себебі кремі қатты майлы емес. Оформление жасамас бұрын міндетті түрде бірнеше сағатқа холодильникке қойып алыңыздар. Сол кезде кремдері қатып, өзінің формасын өте жақсы ұстайтын болады. Біздің тортымыз дайын. Сіздермен болған Жанар. Назарларыңызға рахмет.